Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кәдеден жасалған тіске басар жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен кәдіні жуып кесетін боламыз. Менде осындай кішігірім кәділер. Оларды жуандығы жарты сантиметрдей дөңгелекшелерге кесетін боламыз. Одан да жіңішкелеу болса жарайды. Ыңғайлы болу үшін мен оларды екі ыдысқа салып тұздайтын боламын. Тұзды дәміңізге қарай қосасыз. Енді қолмен жақсылап тұрып араластырамын. Тұзы жақсылап тұрып сіңу үшін. Әзірге майды табаға құйып қыздырамын. Майды әзірге осылайша құямын, кейін қосып құя беруге болады. Кәдіні мен екі түрлі клярда жасайтын боламын. Ол үшін бізге ұн және жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаны мен бір қалыпты етіп шайқаймын. Кәділерді салатын ыдысқа майды сіңіру үшін салфеткаларды төсеп қойдым. Кәдіні жасаудың бірінші жолы жай ғана ұнға аунатып алып қуырамын. Артығының осылайша сілкіп аламын да қуырамын. Барлығын осылайша бір таба етіп саламын. Неге ұнмен осылай қуырылады. Екі жағынан да қуырып аламын. Отты өзіңіз реттеп аласыз, қаншалықты қатты болу керек. Екінші жолы ең алдымен ұнға аунатып алам, содан кейін жұмыртқаға саламын. Екі жағынан да жұмыртқамен аунатамын да қуырамын. Осы жолмен жасалған кәділер жуандау болады және де майды көбірек сіңіреді. Кәділер қуырылып жатқан кезде майды сіңіреді, сол кезде біз майды кішкене қосып отырамыз. Жұмыртқамен жасалған кәділер осындай болып қуырылады. Екеуін екі түрлі ыдысқа саламын. Кәділерді қуырып болдық. Енді осыған соус жасайтын боламыз. Ол үшін мен сарымсақты үккіштен өткізіп аламын. Маған 3 кәдіге 4 тісше сарымсақ қажет болды. Егер азырақ жасайтын болсаңыз, сарымсақты да азырақ аласыз. Соусқа аскөкті де қосатын боламын, бірақ оны қосу міндетті емес. Егер жоқ болса, қоспасаңыздар болады. Майонез қосып, барлығын араластырамын. Соусқа тұзды қоспайсыз. Қызанақты жіңішке дөңгелекшелерге кесетін боламыз. Кішігірім қызанақ болған дұрыс. Менде осындай орташа қызанақтар. Сол себепті мен оларды екіге бөлемін. Ол кезде біздің кәділерге дәл келеді. Кәділерге соусты жағып, үстіне қызанақты саламын. Кәдінің тұзын дәмін көресіз, егер аз болса үстіне сеуіп алуға болады. Сөйтіп барлығын жасап шығамын. Бұл тіске басар баялдыдан жасалатын тещин язык деп аталатын тіске басарға өте қатты ұқсайды. Бірақ маған баялдыда ұнамайтыны ол оның көп майды сіңіретіндігі. Және де қуырған кезде сыртқы қабығы қатты болады. Неке барлығын жасап болдық. Үстіне аскөкті сеуіп қойсаңыздар болады әдемілік үшін. Әсіресе мерекелік дастарханға қойған кезде күшті көрінеді. Жұмыртқамен де жұмыртқасыз да екі түрін жасап көріңіз. Каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Әлі де көп рецепттер болады.